журналистер және талапкерлер, сіздер ұлттық бірыңғай тестілеуде 2 пән бойынша жоғары балл жинап, енді шығармашылық емтиханды күтіп журналистика мамандығын таңдаған болсаңыздар, менің осы видеомды соңына дейін көріңіздер және сұрақтарыңыз болса міндетті түрде комментарийға жолдаңыздар. Шығармашылық емтихан қалай өтеді деген сұраққа мен толық жылдам әрі тез жауап беріп кетейін. Міндетті түрде тыңдаңыздар. Шығармашылық емтихан 2 тур бойынша өтеді. Сіз міндетті түрде бір ғана университет таңдай аласыз және сол университеттегі белгілі бір мамандармен кері байланыс орнату арқылы сіз қай уақытта болатындығын нақты біліп алыңыз. Себебі 2 тур бойынша өтетін мамандық документті сіздің документтеріңізді ерте қабылдайды және содан кешікпеуіңіз керек. Осыны міндетті түрде есіңізде сақтап алыңыз, себебі сіз кешіккен жағдайда журналистика мамандығына түсе алмауыңыз мүмкін. Арманнан бас тартуға болмайды. Сондықтан бірінші сіз 2 турдан тұрады. Бірінші туры шығармашылық бағытта. Сіз шығарма жазасыз. Сіз шығармаңыздың 3 тақырыбы болады. Барлығыңызға береді. Сол тақырыптың ішіндегі сіз міндетті түрде біреуіне шығарма жазуыңыз тиіс. Ешқандай да қорықпаңыз. Сіз қобалжымаңыз. Сол кезде сіздің шығармаңыз әдемі шығады. Осыған дейінгі оқыған кітаптарыңыздағы қанатты сөздер, керемет сөздерді сол шығармада қолдануға тырысыңыз. Себебі сөздік қоры мол адам әрқашанда жақсы, жұмыр дүние жазып шығара алады. Екінші тур өздері хабарласып айтады. Сол жердегі оқытушы профессорлар сіздердің шығармаларыңызды оқып, оған баға береді. Екінші турда біз портфолио жинайсыздар. Сол портфолиода сіздің барлық осыған дейінгі жасаған дүниелеріңіз болуы тиіс. Ол міндетті түрде болуы тиіс. Бұл бір-біріңізбен әңгімелесу арқылы өтеді. Ол университеттегі қандай университетке барсаңыз да, сол университеттегі оқытушылар сіздің оқытушыларыңыз болып есептеледі. Және олар сізге бірнеше сұрақтар жолдайды. Ешқандай сұрақтан қорықпаңыз, қобалжымаңыз. Міндетті түрде келетін сұрақтардың барлығына нақты, сабырлы жүзбен жауап беруіңіз керек. Сіз журналистика мамандығын не үшін таңдағаныңызды және Қазақстан бойынша радиожурналистерді және Қазақ телевизиясындағы қаламгерлерді, Қазақ телевизиясында өзіндік орны қалыптасқан тележурналистерді сіз міндетті түрде білуіңіз қажет. Сол кезде сіздің портфолиоңыз барлық өтетін болады. Келесі жолы портфолио қандай болатындығы жөнінде айтамын, міндетті түрде көріңіздер.